Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет дәмді үй жағдайында жасалатын аз ғана заттан тұратын алма пирогты бірге жасайтын боламыз. Алдын ала құрғақ ыдысымызға 2 ас қасық қант керек болады. Бөлме температурасында тұрған маргаринді қолдандым. Маргариніміз 150 грамм маргарин, яғни 1 жұмыртқа қолданамыз. Алдын ала ұнымызға разогретель араластырып қойдым. Осылайша ұнымызды салып, қасықтың көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Осылайша араластырып алып, яғни бірінші сосын қолымызбен жақсылап қамырымызды жұмсақ қылып илейтін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын болды, өте жұмсақ әдемі болды. Қамырды екіге бөліп, яғни екіншісін осылай домалақ жасап, яғни пакетке салатын боламыз. Пакетке салып, мұздатқышқа қоятын боламыз. Бірінші қамырымызды осылай листімізге жайғастырамыз. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Алмамызды қолданамыз. Менде 2 алма қолдандым. Алманың осылай қабығын ашып, яғни қырғыштың көмегімен өткізіп алдым. Осылайша шай қасығымызбен 2 қасық, яғни қант араластырып, жақсылап қант ерігенше алмамызды араластыратын боламыз. Осылайша жаңағы дайындап алған листіміздегі қамырдың бетіне алмамызды жақсылап қасықтың көмегімен жайғастырамыз. Осылай тегістеп, әдемі тегістеп шығамыз, яғни пирогымыз тез әрі оңай үй жағдайында жасалатын пирог. Жаңағы мұздатқыштан алған қамырымызды, екінші қамырымызды, яғни қырғыштың көмегімен осылай өткізіп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай пирогымызды дайындап алдық. 180 градуста 30 минутта пісіп дайын болып шығады. Өте керемет, дәмді, әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Достар, егер видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Басқа группаларға, чаттарға жіберуіңізді сұраймын. Алдағы уақытта тағы да сіздермен жақсы оңай рецепттерді бөлісетін боламын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше